Сәлем бәріне, қалайсыңдар? Бүгін КБТУ жайлы видеоның 4-ші бөлімі. Негізі 5-ші десем де болады, ОБТ кезінен бастап түсірілген. Жалпы бүгінгі тақырыптарды не талдаймыз? Сол туралы тайм-кодтан көрсеңдер болады. Ал жалпы оған дейін мен телеграм каналыма тіркеліп кетсеңдер болады. Ол жерде біз 500-ден асып кеттік. КБТУшниктар, перваштар және сол сияқты адамдар жиналған талқылайық чаты бар. Сол жерде біраз нәрселерді талқылаймыз. Ол жерге де қосылсаңдар болады. Немесе менің TikTok, Insta аккаунттарыма да тіркеліп кетсеңдер болады. Ол жақта жатақхана туралы, немесе тағы басқа КБТУ туралы видеолар, тағы басқа ақпараттар бар. Егер ОБТ-ға дайындалып жүрсең, менің ОБТ-ға қалай дайындалғанды Insta аккаунттан көрсең болады. Ол жерде посттар салынған, тура сол кездегі, сол моменттегі ойларым жазылған болатын. Енді ары қарай кетсек, бүгін енді еркін форматта болатындықтан, шәй-шек форматында болғандықтан асықпай отырып әңгімелесе берейік. Универге келгенде қиналмас үшін қазірден бастап ағылшын оқи беру керек. Яғни сен 10-шы, 11-ші сынып оқушысы болсаң, қазірден бастап ағылшын тілін оқи бер. Неге? Ертең сенде бірінші курсқа бара салған кезде математиканың түрлері болады. Калкулус, линейный алгебра, дискретті математика сияқты жалпы математикаға қолданылады. Одан бөлекте программированияның өзінде сондай бір қарапайым сөздер. Мысалы, divided, бөлу, minus, add деген сияқты сөздер. Мектеп кезіндегі Python сабағын жақсылап оқып ал, жақсы база қалыптастыр. Неге? Себебі Pythonда сен циклдар, шарттар, былайша айтқанда қарапайым бір есептерді, задачаларды шығаруды үйренесің ғой. И база данных SQL-де сен база данныхпен жұмыс жасаудың кейбір запростарын үйренесің. Соларды жақсылап меңгере бер. Сол кезден бастап жақсылап оқысаң, университеттің алғашқы жылында, бірінші семестрында C++ тілін оқытады. Ақпарат технологияларға түскен студенттерге ВТИПО, ИС деген бағыттар бойынша. Сол кезде C++ тілі, енді тілдер бір-біріне ұқсас қой, өйткені шарттары, жаңа if else, циклдар, for while бұл бүкіл бағдарламалық тілдерінде. Олар бір-біріне ұқсас, жазылуы басқаша. Сол үшін бірінен біріне ауысқан кезде оңай болады. Себебі логикасын түсіп тұрасың. C++ тілін жазда оқысаң болады, немесе сол Python'ды жақсылап база қалыптастырсаң болады. C++-ның өзі жаңағындай шарттары, функциялар, жаңағындай стрингтар, мәтіндік типтер ғой, яғни STL контейнерлар, яғни map, vector, Q, DQ деген сияқты. Сондай контейнерларға дейін үйреніп келсең, немесе жаңағыдай басын циклдар шарттарын жақсылап біліп келсең жазда, онда университет кезінде үйренісу, адаптация жасау саған оңайырақ болады. Осы нәрселерді үйрене бер, математикада оқып жүрсең, немесе сен географияда оқып жүруің мүмкін, басқа бағыт бойынша оқып жүруің мүмкін. Жалпы КБТУ-ға сәйкес келетін таңдау пәндерінде оқып жүруің мүмкін. Сол кезде сен мектеп кезінен ағылшынша переводын біліп, оны солай түсіндіріп, ойлап бастай бер, егер сенің ағылшын деңгейің төмен болса. Жалпы негізгі нәрсе, бұл жерде көп адам КБТУ-дан ағылшын үшін қорқады. Ағылшын тілі қандай болу керек, қалай болу керек? Мен сендерге айтатыным, лектор саған лекция оқиды, сол кезде лекцияны түсіне алатындай, және сен оған керісінше ответ қайтара алатындай деңгейде болуың керек. Мысалы, саған айтады, мына тақырыпты түсіндіреді, сен ол тақырыпты хотя бы бір 90%, 80%-ке түсініп ағылшыншасын, сен оған бір ойыңда не тұр, соны жеткізе алуың керек. Сондай деңгей КБТУ-ға керек. Ол негізі B1 деп аталады. B1 негізі осыған сәйкес келетін деңгей. B1 және одан жоғары. Бірақ менде A0, ағылшыным 0, немесе ағылшыным 1 болады, кішкене ғана жақсы деген нәрсе болса, онымен де оқысаңдар болады. Оған дәлел, мысалы менде бірінші, екінші семестрда ағылшын тілі болды, ол да мен A2, яғни A2 уровеньде оқыдым. Бұл деңгей B1-ға бір деңгей жетпейді, бірақ мен ойлаймын, даже менікі A2 болмады. Бірақ өзінің деңгейімнен жоғары түскеннің бір көмегі, мен аналармен қатар тырысып, талпынып оқыдым да, тек сол ағылшын тілі сабағы ғана солай деңгейге бөлінеді.
Басқа сабақтарда лекциялар, практикалар, ағылшын преп қандай деңгейде, сол деңгеймен алып кете береді да. Олардың кем дегенде бір B1, B2 сондай деңгейде. Ал ағылшын тіліне сен алдын ала диагностикалық тест тапсырасың универге келетін алдында. Сол деңгей бойынша бірінші, екінші семестрда ағылшын тілінің 2 сабағы болады. Тек сол 2 сабақта деңгей бойынша оқисың. Ол жерде грамматика және кәдімгі мектептегі ағылшын сияқты диалогтар, басқа да нәрселер, тапсырмалар, жалпы ағылшын қатысы бар заттар істейсің. Қазақ тілі сияқты, бірақ ағылшын тілі. Бұл жерде тағы айтатыным, статистиканы көрсеңдер болады. Мына жерде менде 200-ден астам КБТУшник опростан өткен болатын. Бұл жерде байқасаңдар 45%-тен көбі А2-ға дейінгі уровеньдерде, яғни даже B1-ға да жетпейді. Бұл нені білдіреді? Получается, КБТУда А0 деңгеймен де, А1 деңгеймен де, А2-мен де оқып жүргендер бар да. КБТУда негізі основной А2, B1 ең көбі таралғандар осы бір 60-70% осылар. Ал B2, C1 дегендер негізі жетерлік, оларда баршылық, және C2-ның өзі біраз мектептер бар, өйткені мысалы КТЛ, НИШ сияқтыларда білесіңдер, ағылшын деңгейі өте жоғары ол ақын балаларының. Бірақ та жалпы айтқанда уровені төмендерде оқып жүргенде мен сол үшін сендерге мотивация болсын деп осы опросты жасаған болатынмын. Бұл опрос нәтижесі осындай. Получается, төмен деңгеймен де универде оқуға болады. Оның үстіне басқалардың пікірлері бар, перваштардың өзінің пікірі бар, менің пікірімнен бөлек. Главный дисциплина мықты болу керек, оқуың керек. Сол кезде сенде ағылшын деңгейің маңызды емес екенін түсінесің. Сен жақсы алып шығуыңа, GPA-ң жақсы болуына шанс бар, стипендияны сақтауға шанс бар. Бірақ ағылшын деңгейің жоғары болып келсе, жазда кәдімгідей әжептәуір көтерсең, жақсы курстарға бар, немесе өзің оқы, жалпы жазда ағылшынды ұбт-дан кейін дамытсаң, онда сенде мүмкіндіктер көбейе бастайды. Себебі ертең универге келгенде ағылшынша материалдар қарайсың, ағылшынша видеолар көресің, жалпы сабақ ағылшынша, экзамен бәрі ағылшынша, преподтар ағылшынша сөйлейді. Сол кезде саған үлкен плюс болады да ағылшын тілін білуің. Бірақ егер білмесең, ChatGPT, Google переводчик сияқты заттарды пайдаланып, лекцияларды алдын ала оқып, аударып, сөздерді жазып, күнделікті қолданып жүргеннен кейін оның бәрін миға жаттап алсаң, кәдімгідей еңбектенсең, онда сен де уровенін көтеруге болады да. Мысалы, менде 2 сөздің басын қоса алмайтын уровень болды, былайша айтқанда. Мен біраз сөздерді бұған дейін әйтеуір әр сынып сайын кішкенеден жаттап қойып кетіп, сөйтіп жүрдім да, ана жаққа барғанда сол нәрсені үйрендім. Өзім ойымнан 1-2 ауыз сөз, бірнеше сөйлем, 100-200 сөздік эссе жаза алатын деңгейге жеттім. Оның алдында менде мүлдем эссе жазу деген мүлдем, былайша айтқанда, 0 болған ғой. Кейін уже нормальный деңгей көтергеннен кейін 200-250 сөздік эсселер болды, тапсырмалар. Оларды мен барынша смело бетіп отырып, жай барақат отырып жазып бердім. Оның үстіне екінші курста байқағаным, бірінші курспен салыстырған кезде тапсырмалар берсе, мысалы open question'дар дейді ғой, соларды мен өзімнің ойымды жеткізе алатындай деңгейде жазып бере алатын болыппын уже. Бірінші семестр мен екінші семестрдің өзі сондай болған. Бірінші семестрдің басында мен мүлдем жазамайтым, бірінші семестрдің сессиясында, финалында полный 1-2 ақпарақты толтырып жазып бере алатындай, жауап жазып бере алатындай деңгейге жеткен екенмін. Бұл деген сөз, егер уровенің төмен болса, сен ағылшын тілін білмесең, онда сен келіп, осы жақта ағылшыныңды ары қарай дамытып, сосын ағылшын тілін жақсы деңгейде меңгеріп шығуыңа шанс бар деген сөз. Енді бұйырса алдағы уақытта мен жоғары C1-ға дейін жетем деген ниеттемін. Соған просто әрекет жасау керек та, тоқтатпау керек. Осындай нәрсе. Бағанағы опроста соған дәлел, мен әдейі сол опросты алдым. Получается, сендерге айтатыным, ағылшын тілінен қорықпаңдар, сендер өздерің дисциплиналарың мықты болу керек екенін ұмытпай, сол дисциплинаны құртып аламау деп сол нәрседен қорқыңдар, наоборот.
ориентацию малейшую. Енді келесі бір нәрсе мынандай да. Ниш, ктл сияқты мектеп балалары болады. Олар ағылшын тілін жақсы меңгеріп келеді, немесе былайша айтқанда бір мықты мектептер деп саналады Қазақстанда. Бірақ сендерге айтатыным, олардан қорықпаңдар. Неге? Мектеп кезіндегі дисциплина мен универ кезіндегі екеуі екі түрлі. Сендер университет кезінде егер талмай еңбек етсеңдер, күндіз түні оқып, түнімен отырып, тақанса ниеттеніп, еш нәрсемен айналыспай соған фокус қойсаңдар, онда сендердің олардан ешқандай кемшіліктерің болмайды. Сендер олармен қатарласып, тіпті озып кете аласыңдар. Мен білем, көп ништің, сондай мықты мектептердің балаларын, бірақ действительно мықтылары бар, GPA 4, бәрі сабақты 95+қа жауып тастаған, ондай жігіттер, қыздар бар, базар жоқ. Бірақ оқымайтындары да бар, лақып кеткендері де бар, орта деңгейлі де студенттер көп кездеседі. Сол менің айтқым келетіні, олардан ешқашан қорықпаңдар. Ондай балалармен, наоборот, олармен дос болып, ондай балалармен бірге араласып, ондай балаларды өздеріңе жақын тартып, мықты жігіттер болады, ауылдан шыққан, қарапайым 200-300 мектептік балалар оқитын жерден, ондай адамдар көп та. Сол себепті сендерге айтатыным, олардан мүлдем қорықпаңдар. Наоборот, олармен жарысыңдар. Бәлкім олардан озып кетесіңдер, бәлкім емес, реально озып кетесіңдер, если көп әрекет жасайтын болсаңдар. Мен ауылдан шыққан ғой, ана ништің баласы мықты екен ғой, ондай тема айтпаңдар вообще, хорошо? Енді ниш деп нишқа ғана тиісіп жатыр дейма, ништің студенттерінен кешірім сұраймын, оқушыларынан. Олар да мықтылары бар, бірақ лағып кететін, бас жасамай қалатын, оқымайтын адамдар ол не только КБТУ-да, Гарвардта да, Стэнфордта да бар. Келесі нәрсе, университетте мынандай нәрсе сұрайды, мұғалімдер әдейі құлатады, бүйтеді. Бұл да негізі өте қате сұрақ. Негізі мынандай нәрсе, сен если оқысаң, кез келген университетте, КБТУ-да болсын, басқа болсын, если сен оқысаң, онда ешкім құлатпайды. Оқысаң, сен балыңды аласың, оқысаң, сен жетістікке жетесің, оқысаң, бәрін біліп тұрсаң, саған ешкім ештеңе дей алмайды. Сол себепті бұл әңгіме негізі өтірік. Кстати, маған ешкім реклама ақша төлеп жатқан жоқ, мен серьезно айтып тұрмын. Стипендиядан айырылып қалуың өзіңе байланысты. Біз енді бірінші семестрде жатақханада тұрдым. Жатақхана туралы айтамын әлі. Жатақханада төртеуімізде бір курстан шыққан түлектер болдық. И сол кезде біз бір жерге жиналып, бір общагада тұрып, и біздің дисциплинамыз мықты болды да, дисциплина. Мықты болды да, и потом біз күндіз түні оқыдық. Солай біз стипендияны сақтап қалдық, Аллаға шүкір. Стипендияны уже екінші курста да сақтап қалдым. Енді ары қарай тоже сақтап қалуға әрекет жасаймыз. Мынандай нәрсе, университетке келген кезде дипломның маңызы қаншалықты. Бұл диплом үшін келмеңдер. Университет деген не нәрсе екенін түсініңдер да. Университет деген ожидание реальность болып қалмасын. Курсқа қатысып жатулары мүмкін, мысалы біз жүзұрықта оқыдық қой. Ол кезде аузыңа шайнап беретін да, саған жұту ғана қалатын. Тәртіп қатал, бәрін қарайды. Университет ондай жер емес. Университет деген қорықпаңдар. Қорқудың қажеті жоқ. Мен қорқыту үшін айтып жатқан жоқпын. Ожидание реальность болмау үшін айтып жатырмын, өйткені өзім басымнан өтті. Короче, андай, сендер университетке келген кезде сендер өздерің үйренуге әрекет жасайсыңдар. Сендерге университет орта береді. Яғни бір нәрсе ойлайтын, мысалы, мен айтишник болам деп келетін адамдарды бір жерге жинап беретін, және оларға бағыт-бағдар, мүмкіндіктер беретін жер университет деп аталады. Университет деген аузыңа шайнап бере салатын жер емес. Университет деген сол нәрсе. Ары қарай сендер өздерің самостоятельно университеттің программасынан бөлек оқисыңдар. Ағылшында да мысалы өздерің курс сатып аласыңдар, бірақ
курс сатып алғандармен бәрі сөздерді өздерің жаттайсыңдар ғой. Вот университетте университетке түсесіңдер, бәрібір ары қарай өздерің әрекет жасайсыңдар да. Қай жерде қай университетке түспесін, КПТУ болсын, басқа университеттер болсын, жалпы сондай да, ол бүкіл әлемдегі система сондай. Вот негізі бірақ енді университет деген жақсы, бұл жерде орта бар, преподтармен сөйлесесің, сол сияқты бір өзінің бір үлкен плюстары бар да университет деген нәрседе. Сонымен қатар қосымша әрекет жасау керек, бұл маңызды. Бірақ бұл жаққа диплом үшін, стипендия үшін келмеңдер. Стипендиядан құлатады, ойбай, анау мынау. Вот бұл әңгіме үшін келмеңдер, сендер өздерің мақсаттарыңды біліп келіңдер. Қандай мақсат қойып жатсыңдар? Мысалы, сендер бұл жаққа стипендия алам, стипендиямды сақтап қалам, ойбай қызыл диплом алам деп келсеңдер, ол өте қате. Университетке келгеннен кейін мен білім алам, мен орта табам, мен өзімнің бағытымды таңдайым, мен өмірге бір кірпіш болып қалануға әрекет жасайым. Вот осындай нәрсе үшін келу керек та. Сендер айтады да маған, ойбай, стипендиядан құлатады, анау мынау. Базар жоқ, стипендия керек. Ешкім жетісіп жүрген жоқ. Стипендия 50 мың теңге қалтада жатқан қандай жақсы. Ол плюс. Но. Ойбай, мен камерам түсіп жатыр ғой. Вот. Но. Не айтып жатыр едім? Но сендердің білім алуға келген, жаңа жоғарыда айтқан мақсаттарың үшін келгендерің әлдеқайда жақсы да, ол әлдеқайда пайдалы. Сол себепті сендер не үшін келгендерді ұмытпаңдар. Ертең ради диплома, ради стипендии деп ондай вообще болмасын. Сендер білім үшін келіңдер, оқу үшін келіңдер, ал қалғандары бәрі болады. Стипендиядан еще айтатыным, кейін стипендиядан айырылып қалсаңдар, өмірлерінің мәні ретінде сол стипендияны сақтап қоймен, тірек қоймаңдар. Ертең одан да басқа нәрсе бар, одан да өтесіңдер, ақша табылады, басқасы да табылады. Вот сол нәрсені айтқым келеді. Так негізі енді университетте кішкене сәл басқалардан қымбат, сәл ма или әжептәуір ма. Бір пересдачаның өзі 35 мың теңге төледі, яғни сессиядан дұрыс бал алмай қалсаң. Ал орташа бізде 5-6 кредит бар, летода оқу үшін қайттан сол пәнді 35 мың тұрады әр кредит саны. Получается 35-ті, мысалы 35 мыңды 5-ке көбейтіп, солай летоның ақшасын шығарсаңдар болады деген сияқты. Енді оған да дайын болып келу керек сияқты. Дегенмен ол осындай екен деп, сендер менің сөзімнен қорқып кетіп, ойбай қымбат екен, ертең төлей алмай, сендер ретейк, FX, яғни пересдача, лето қалу үшін келе жатқан жоқсыңдар ғой. Сол үшін наоборот жақсы ниеттеніп, ойбай мен бұйыртса КБТУ-ға оқу үшін келе жатырмын, мен білім үшін келе жатырмын деп, өздерің миларында сондай нәрсемен ойласаңдар сол дұрысырақ та. Чем мен ойбай қадалам, ойбай қымбат екен дегенше, сендер университетке келмей жатып сынып қалайын деп тұрсыңдар да. Өмірде сынбау керек та, өмірде ондай нәрселерге қасқайып қарсы тұру керек. Главное, сақтарын сындырмаңдар, ондай нәрсеге бүйтіп кіріп кетпеңдер, хорошо? Енді келесі нәрсе, бізде әскери кафедра туралы айтайын. Бұл айту керек нәрсе. КБТУ-да әскери кафедра жоқ. Бірақ басқа университеттермен договоры бар КБТУ-дың, және басқа университетке барып оқысаңдар болады. Мысалы, бізде әскери кафедраға мынандай документтермен шығарып қоямын осы жерге, немесе телеграм каналға жазам, сол жерден тауып алсаңдар болады бұл файлды. Мынандай документтер бар, осы документтерді жинағаннан кейін 1 жыл немесе 2 жыл оқысаң болады. Аптасына 1 күн барасың. Мысалы, Сәтбаев университетіне аптасына 1 рет барасың. Сол күні сені полный сабақтан босатады. Таңғысын қателеспесем 9-дан кешкі 5-ке дейін аралықта сен сол жерде боласың. Ортасында 1 сағат перерыв, обед уақытысы бар. Қалған уақыттың бәрі сен сол іште өткізетін боласың. Ол жерде енді қатты қинап ештеңе істемейді. Оқисың, лекциялар оқисың. Жалпы айтқанда әскери өмірмен танысасың. Мен 1 семестр оқыған достарымнан сұрау бойынша. Оның бағасы 1 курсқа 415 мың, 2 курсқа 830 мың теңге болады. Получается, сен бірінші жартысында 200 мың семестрде, екінші семестрде
алдын ала 200 мың төлейсің. Қалған 3-4 семестр лейтенант атағын алғың келсе, онда тағы да сондай суммада ақша төлейсің. Жалпы 2 жыл оқимын десең 830, 1 жыл болса 415 мың теңге төлеуің керек. Егер 2 рет қалсаң, онда себепсіз 2 рет қалсаң, сен шығарып жібереді, ақшаңды да қайтармайды. Егер себеппен қалсаң, сол күніңді өтейсің, яғни басқа күні барып деген сияқты. Еще грант деген нәрсе жоқ, бірден айтып қояйын, грант жоқ. Мен айтып жатқан бәрі ертең бұйыртса ориентация аптасы болады, яғни orientation week. КБТУға келетін алдында бір апта бойы диагностикалық тест, университетпен танысу, деканаттармен кездесу, танысу, сол сияқты ориентация неделясы болады бір апта бойы. Сол үшін ешқандай да қорықпаңдар. Сосын мына нәрсе, жатақханада да университеттің ішінде де система, дедовщина деген нәрсе жоқ. Маған ешкім реклама ақша төлеп отқан жоқ. Мен тағы да айтам, бәрінің оқудан қолы босамайды. Өңкей оқитын балалар келген, оқу үшін келген адамдар, сондай орта қалыптастырсаң болады. Ол жерде енді өзің біреуге барып бір бәле деп құтырмасаң, атақ ешкімге тиіспейді, ешкім мазаламайды. Бәрі бір-бірінен сабақ сұрамаса ақша сұрамайды. Вот. Әдемі кетті ше. Так, ойбай, камерам тағылып отыр. Вот. Сосын бізде группа деген нәрсе жоқ. Кстати, группа сабақты өздерің таңдайсыңдар. Әр сабақта әр группа. Вот, осы нәрсені түсіндіріп берейін, түсінбейтіндер үшін. Мынандай нәрсе, мысалы сен 6 сабағың бар дейік. 6 сабақты өзің таңдайсың екінші семестрдан бастап расписанияны. Сол кезде 6 түрлі препод таңдайсың да, и сенде группа деген жоқ. Сен мысалы бір группаға кірген кезде, бірінші сабаққа кіргенде басқа адамдармен, екінші сабаққа кіргенде басқа адамдармен, үшінші сабақ басқа адамдармен отыра бересің да. Бұл жаңағыдай басқа адамдармен көбірек танысуға бұл возможность деп ойлаймын, шанс. Бірақ андай болады енді, мысалы 2-3 сабағың бірдей бір адаммен. Вот. А так негізі группа деген жоқ, куратор деген нәрсе жоқ. Бірақ университетке келген кезде ментор деген нәрсе бар. Ол жоғарғы курс студенттері, 2-3 курс. Олар сендерге университеттің системасымен, маңызды ақпараттармен таныстырып отыратын болады. Менторс деген өзі сондай групп. Оны сендерге келгенде бөліп беретін болады. Мысалы, мен де ментормын. Осы ненің 71-ші потоктың менторымын. Из информационной системы таңдаған балаларға информациялар жіберіп отырамын, сұрақтарына жауап беріп отырамын. Вот. Бүгін Қазақ-Британ техникалық университетінің жаңа жатақханасына бірге обзор жасайтын боламыз. Бізде корпус бірінші және екінші корпус. Ана жақта спорт зал орналасқан. Оған бөлек обзор жасайтын боламыз. Мінекей осылай корпусқа кіреміз. Алғашқы есік және екінші есік. Жақта турникет күтіледі, әзірше жұмыс жасап тұрған жоқ. Мына видті қараңдар. Басқа қана общежитиеде бар мынандай вид. Так, енді осылай қарай жүрсек, біздің алдымыздан лифт күтіп алады. Немесе баспалдақпен шықсақ болады. Так, бізде бір бөлмеге обзор жасап көрсетейін. Кірген кезде жарықты қостым. Осындай кең, бұл 3 адамдық. Көріп отқандарыңыздай өте әдемі. Ең жақсысы жеке душ. Кең. 2 метр адамдарға да смело. Ана жақта өзінің айнасы, раковинасы және туалет. Анеке төсектері, әр адамның шкафчигі. Бізде тоқталады. Потом
орындықтар өте ыңғайлы. Терезесі. Ал бізде бұл жақта оқу бөлмесі. Өте кең, өте тамаша. Жарықпен көріп отырғандарыңыздай өте жарық. Study room бізде әр бөлмеде бар. Және толық розеткалар, Wi-Fi, барлық жағдай жасалған. Лифті, бірінші этажда. Лифті. Лифт бізде өте кең. Үлкен қылып жасалынған. Ең жоғарғы қабат 9-шы қабат. Міне достар, мен 9-шы қабатқа келдім. Әзірше комнаталар бос. Және 9-шы қабаттағы көрініс осылай. Осындай көрініс 9-шы қабаттан. Неке бөлмелер бір-біріне ешқандай кедергі жасамайды. Және келесі бір бөлмелер. Бұл бөлме неке жастар сетінің ең төбесінен қарап отырмыз. Мына жақта ескі общежитие. Бізде жатақхананың алдында осындай су құйып алу аппараты бар. Ендігі кезекте жатақхана туралы айтқым келеді. Бұл барлығы үшін қызық тақырып, әсіресе ата-аналар үшін, студенттердің өзіне де қайда тұрамыз, қалай тұрамыз, қанша жыл тұруға болады, ішіндегі тәртіп қалай, неше ақша төлейміз. Жалпы осы бойынша көп сұрақтар бар. Мен де кезінде жатақханаға бірінші рет келіп, сол кезде барып жатақхананың қандай екенін көрген болатынмын. Оған дейін мүлдем жатақхана туралы ешқандай ақпарат жоқ. Мен енді болады фотолар, бірақ енді олар мүлдем түсініксіз болды. Бағалары қандай, бұның бәрі қазір айтып берем. Жалпы жатақхананың мекен жайы Ислам Каримова 70, немесе Тұрғыт Озалы 80. Яғни Ислам Каримова және Тұрғыт Озалы көшелерінің арасында орналасқан. Үлкен дәу забордың ішінде 5 корпус орналасқан. Жатақхананың барлығы сол жерде. Бірақ жатақханасы бар өзі. Ол тура Төле би көшесі, негізгі көше. Соның бойында Төле би Абылайхананың тура қиылысында КБТУ болса, Төле би Тұрғыт Озалы немесе Төле би Ислам Каримовада тура қиылысында осы жатақхана орналасқан. Арасы бастан аяқ барып келгенің жарты сағат кетеді. Енді час пик кезінде, может 40-45 минутқа, даже 50 минутқа созылып кетуі мүмкін. Пробкаға байланысты, а так бір 5 километр жер. Жатақхана алыс орналасқан, кейде сонымен проблема болуы мүмкін. 1 сағат бұрын ерте тұрып, шығып, бұның өзі әуре болуы мүмкін. Бірақ құдайға шүкір, жатақхана жақсы жерде орналасқан. Центрда, тастақ жақта, жаңағы КБТУ общежитие деп жазсаң, немесе жаңағы адрестерді жазсаң, онда шығады. 7 автобус жүреді. Метро, енді метромен алыс болып кетеді, айдала болып кетеді. Басқаша жол сол таксимен барсаң болады, немесе сол Төле бидің бір көшенің бойында орналасқандықтан 7 автобус жүреді. Ол жағынан енді мен ойымша проблема жоқ. Алматыда енді автобусқа сыю, қыстың күні таңсың шығу, енді ол
студенттік кездің бір күшті бақытты шақтары шығар, бәлкім күліп еске алатын. А так негізі жету жақсы қарастырылған. Енді өйткені кейбір жақтарда бір-ақ автобус жүреді, еще 5-6 штук, жарты сағат күтесің деген сияқты. Бұл жерде шығасың, автобус келеді, мінесің, кетесің. Любой бір көзіңді жұмып міне саласың да бұл жақта. Өзі 1-2 автобустар бармайтын. Но в целом сол жатақхана мен университеттің арасында жетуге негізі жағдай бар. Келесі мәселе, жатақханада 5 корпус бар дедім, яғни бірінші, екінші корпус және жаңа корпустар. Мен жаңа корпусқа шолу жасаған болатынмын, және осы видеодан кейін тоже кішкене бөлігі немесе тиктоктан қарасаңдар болады, бұған дейін жасадым. Және өзім комнатама, осы жерде бетіне өзім комнатама шолу жасап алайық бірінші. Менің бөлмеме рум-тур. Мен КБТУ Жастар Ситидің ескі жатақханасында тұрам. 2 адамдық бөлме. Терезеден жаңа жатақханаға қараған көрініс осындай. Оларға бұған дейін шолу жасаған болатынмын. Профильден көрсеңіздер болады. Бөлмеде киімдерге арналған ілгіш, әр адамға жеке сабақ оқуға арналған үстел, ал бұл жерде орамалдар, барлығы сыйып кететін тумбочка, көршімнің төсегі, тумбочкасы, сабақ оқитын орны және менің төсегім. Ыдыс аяқ пен продукты тұратын шкаф, қоқыс тастайтын және аяқ киім салатын жер, ал бұл киімдер салуға арналған үлкен шкаф. Ішкі көрінісі осындай. Келесі бір шкаф, майда шүйде заттар тұратын орын, үндістіні қосылып тұратын паровой. Әр адам үшін айына 50 000 теңге төлейміз. Төлем алдын ала 1 семестрге жасалады. Бөлме жарық, жылы, әрі сабақ оқуға ыңғайлы. Кстати, тарағандар жоқ. Алдағы уақытта секциядағы басқа бөлмелерге бүкіл корпусқа шоу жасайтын боламыз. Вот, енді менің комнатамды көрген болсаңдар, осы секілді телеграм каналдан басқа осы бірінші, екінші корпустарда көрсеңдер болады, қандай бөлмелері бар. Бірақ биылғы жылы 2024-2025 оқу жылы бұл жақта тек қана ұлдар және екінші және одан жоғары курс студенттері осы жатақханада тұратын болып шешім қабылдады. Ал 5-ші корпуста 5-ші корпус 3-ге бөлінеді. А, Б, С деген сияқты ортаңғысында өңкей шетелдің азаматтары тұрады, және екі шетінде тек қана екінші және одан жоғары курс студенттері тұрады. Жаңа жатақханаларда бір корпусында полный 9 этажында ұлдар жатады КБТУ-дың, екіншісінде 7-ші этажға дейін КБТУ студенттері, основной бөлігі қыздар жатады, және кейін көшіп келген ұлдар, сондайлар араласып жатады. Енді әр комнатта тек қана ұлдар, бір комнатта тек қана қыздар жатады. Ал 7-ші, 8-ші, 9-ші этаждарда, немесе 8-9-ші этаждарда МУИТ-тің студенттері тұрады. Яғни халықаралық IT университетінің студенттері. Олармен келісім шарт болды. Бізде бір КБТУ-да істеген кісі осы МУИТ-тің жақын арада ректоры болған болатын. Былайша айтқанда МУИТ-пен бір байланыс бар. Яғни МУИТ-тің студенттері бізде жаңағыдай жатақханада тұрады. 100-200 адам шамасында. Одан кейін айтылатын мәселе, бізде жаңа жатақхана жалпы 1000 адамға арналып салынған. Ол жерде әр қабатында өзінің сабақ оқу бөлмесі, өзінің ас бөлмесі бар. Астыңғы этажда кір жуатын машиналар бар. Олар бір 300-350, 250 ма сондай теңге. Және кептіретін машиналар бар. Жалпы жатақханада киім жуатын бөлмелер бар. Және әр комнатада өзінің жаңа жатақхана туралы айтып жатырмын. 2 жаңа жатақхана туралы, екеуі бірдей. Әр бөлмеде 3 немесе 4 адам болып тұрады. Каждый комнатаның өзінде жаңағыдай туалеті, душы және жаңағыдай қол жуатын орны қарастырылған. Енді студенттер өздері, бұл енді проблема емес деп ойлаймын, өздері жуып шайып, өздері тазалық сақтайды. Бұл енді дұрыс қой, әркімнің өз тазалығы өзіне деген сияқты. Одан кейін комнатада сол сабақ оқитын жер бар. Егер комната шумный болса, басқалар ұйықтаймын десе, стадиумға барып, смело 24-те 7 сабақ оқуға берсе болады. Енді бұл туралы видеода толық көрсеңдер болады. Видеоларын тиктоктан немесе телеграмға салдым. Қазақ-Британ техникалық университетінің жаңа жатақханасына бірге шолу жасайық. КБТУ Жастар Сити қалашығының сыртқы көрінісі осындай.
Жатақханаға кіре берістегі турникет және вестибюль стиліндегі дизайн сізді таңғалдырары анық. Жатақхана 9 қабаттан тұрады, әр қабатта ас бөлмесі, сабақ оқу орны қарастырылған. Тіпті кантин мен кинорумды да ұмытпаған. Әр корпуста үлкен, кең 2 лифті бар. Бөлмеде 3 немесе 4 адам болып тұрсаңыздар болады. Бөлмелері өте кең, әрі ыңғайлы, сабақ оқуға жағдай жасалған, өте жарық. Қол жуатын жер, әжетхана, душ бөлменің ішінде орналасқан. Киімдеріңізді, төсек құралдарыңызды жатақханада орналасқан кір машинаға жусаңыз болады. Ал бұл 3 адамға арналған бөлме. Айтпақшы, бұл жерге жақын арада жаңа шкафтар келетін болады. Жатақхана жалпы саны 1000 адамға арналып салынған. 9 қабаттан Райымбек көшесіне қараған көрініс осындай. Универдің өз алаңы, жаттығу жасау залы осы жерде орналасқан. Алдағы уақытта толық шолу жасаймыз. Сіздерге дене шынықтыру сабағы осы жерде өтетін болады. Әр қабатта өз ас бөлмесі орналасқан. Ас бөлмелерінде жылу плиталары, микроволновка және тоңазытқыштар орналасқан. Әр қабаттың өзінің стадиорумы бар, яғни сабақ оқу бөлмесі. Ал бұл сіздерге жоғарыда айтқан КБТУ Жастар Ситиде орналасқан Қазақ-Британ техникалық университетінің өз спорт залы. Фитнес залда осы жерде. Ал бұл біздің төменгі қабатта орналасқан кантин. Алдағы уақытта бұл кантинге және кинорумға бірге шолу жасайтын боламыз. Негізгі бір нәрселерін айтайын. Енді бірінші курсымда сағат 12-ге дейін лимит болатын. Таңғы 6 мен кешкі 12 аралығында есік ашық тұрады, одан кейін жауып тастайтын. Получается, бізде 3 рет кешікке болмайды. 3 рет кешіксең акт жазасын. Яғни уже 3 рет акт жазғаннан кейін сені жатақханадан шығарып жіберуге құқықтары бар, мен білуімше. Получается, егер кешік келесің, мысалы 12-ден кейін. Бірақ екінші курсымда ол лимитті сағат 23:00-ге дейін қойып қойдық, қысқартты. Яғни таңсымен 6-дан бастап 23:00 аралығында есігі ашық тұрады, кіріп шығу ол өз еркіңде. Камера бүкіл жерде бар, әр қабатта, әр этажда. Былайша айтқанда, бейне бақылау жүйесі прям бұл жақта секіріп кіру, басқа или басқалардың кіріп кетуі деген сияқты нәрсе бәрі қадағаланады. Получается, және екі жақта сол есік бар, екі жақтан да охраналар күндіз түні бақылайды. Егер сол кешік келсең, түсініктеме жазып кірсең болады. 3 түсініктеме, 1 акты. Уже акт жазған сайын сенің келесі курстарда жатақхана бермеу ықтималығы жоғарылай береді. Получается, жатақхананы кімдер қай уақытқа дейін береді? Бірінші курстарға основной береді. Бізде жаңа корпустар, бірінші, екінші корпуста тек бірінші курс студенттеріне берді. Ал жаңағындай ескі жатақханаларды екінші, үшінші курстарға берді основной. Төртінші курстардың әзірше кездестірмедім, мүмкін бар шығар. Ал негізі бірінші, екінші, үшінші курстарға жатақхана береді. Получается, мен есептеуім бойынша 1500 или 1700 адамға дейін негізі жатақханаға сыяды. Сосын айтатын нәрсе, неге жатақханада, егер мүмкіндік болса, жатақханаға беріңіз балаңызды, және студенттер жатақханада тұрыңдар. Неге? КБТУда кішкене группа деген нәрсе жоқ. Жатақхананың өмірі ол мүлдем бөлек. Бірден айтып қояйын, ата-аналар үшін бұл жақта ұрып-соғу система немесе тағы басқа нәрселер жоқ, әлімжеттік. Бұл жақта наоборот бүкіл бір-бірімен жақсы қарым-қатынас жасайды, бәрі бір-бірін сыйлайды. Егер көмек керек болса, көмектеседі. Сол үшін университеттің жатақханасы өте жақсы. Маған ешкім рекламаға ақша төлемейді, кстати. Еш нәрсені жасырып жауып жатқан жоқпын. Көрген, білгенімді, білетінімді айтып жатырмын. Келесі нәрсе, жатақханада тұрғызыңыздар дедім. Неге? Өйткені жатақханада біріншіден өмір көреді, басқалармен араласады, өзіне жақсы орта табады. Бұл жақта стадиорумдары бар, сол стадиорумдарда балалармен сөйлеседі, квиздарға, миткаларға, сессияларға бірге дайындалады, сөйтіп орта табады. Былайша айтқанда, бүкіл адамдармен жақсы араласады да, квартираға берсеңіз, немесе үйде қалып кетсе, ол жерде дұрыс сабақ оқи алмауы мүмкін. Квартираға берсеңіз, еще Алматыда квартира қымбат. Бір адамның басына бәленбай ақша төлейсің. Оның үстіне бір ғана кухня, бір ғана
зал ғана болуы мүмкін. Ол жерде шулап балалармен, қандай балалармен тұрады, смотря, сабақ оқи алмауы мүмкін. Ал бұл жақта не? Стадиумға кіріп ал, 24/7 сол жерде қон, охрана ештеңе демейді. Ешкім ештеңе демейді. Оның үстіне асханасы да 24/7 ашық. Түнімен тамақ істеймін десең де, бұл жақта бір жақсы көретін түсіністік танытады. Негізі 23:00-ден кейін шуламау керек, көшенің басыңа өтеді деген сияқты ондай болмайды. Бірақ штоп түсінеді, студенттер сабақ оқиды, қиын екенін, и сол үшін оларға жаңағындай демалуға, жаңағындай түнімен тамақ істеуіне, түнімен сабақ оқуына мүмкіншілік жасайды. Мысалы, душқа барам десең де, туалетке барам десе, есікті құлыптап тастамайды ешкім. Сен 24/7 бара бересің, 24/7 түнімен душқа түс, немесе сол жерде жүзіп жүр, ешкім ештеңе деп жатқан жоқ. Саған свет қошпа, сен үйтпе, сен бүйтпе, жүре алмайсың, ондай ештеңе айтпайды. Сол главный территория бар, үлкен общаганың 5 корпустың да сыртынан қоршалған корпус. Сол жерден жаңағы лимиттан кешікпей келсең, және сол лимит егер бітіп қалғанның өзінде далаға шығамасың да, сол корпустың арасында жүре берсең болады. Бір корпустан екінші корпусқа барып, басқалармен бірге сабақ оқып деген сияқты. Мен бір жақсы көретін сол себепті де балаларыңызды егер мүмкіндік болса және жатақхана беріп жатса, барынша жатақханаға беруге тырысыңыздар. Бұл жақта бала ашылады, одан арман дамиды, мықты адамдармен араласады, бұл жақта сабақ оқи алады, бұл жақта өмір сүріп үйренеді. Құдай сақтасын, енді ондай жаман нәрседен уайымдамаңыздар. Бұл жақта ұлдар да, қыздар да жүр, жаман, бұзық, андай-мұндай. Жоқ, үйтіп ойламаңыздар. Бұл жақтың жатақханасы шынында да жақсы, адамдары да жақсы, маған барлығы ұнайды. Өзімнің корпусымда да, өзімнің секциямда да, басқа корпустарда да араластық. Перваш кезден бері тұрып келе жатыр. Бірінші курста қыздармен бірге тұрды. Қыздар, ұлдар барлығы жақсы араласатын, бір-бірлеріне білмейтін заттарын үйретіп, тамақ жасау білмейді ғой балам деп өйтіне алмаңыздар. Бүкіл студенттер осы жаққа келіп ютубты ашады, қарайды, немесе қыздардан сұрайды деген сияқты. Бәрі дайын тұр, солай өмір сүруді үйренеді. Сол себепті ешқандай жатақханадан мен серьезно шынайы ойым, өзімде балаларым болса кейін жатақханаға берім келеді, тұрып көрсеткім келеді. Смело беріңіздер. КБТУ-ның жатақханасы бұл жайлы негізінде. Айтқым келетіні осы. Жатақханаға жақын орналасқан плюстары бар. Жатақханаға мынандай шыға беріс жерде Магнум бар, шыға беріс жерде андай Донер сияқты бір нәрселер, андай жеңіл-желпі тамақтанатын барлығы жақын. Одан кейін мешіт бар, тура Төле би мешіті КБТУ-дан бір 5-ақ минуттық жерде, одан аз минуттық жерде орналасқан, смотря қай корпуста тұратынына байланысты. Одан кейін жақын жерлерде тамақтанатын орындар, немесе ар жақта уже Сайранға, Тастаққа, Алтын Ордаға, немесе мына басында КБТУ-ға кетем десең, немесе ар жақта Абая, Әл-Фараби, Сәтпаев көшелеріне шығып кетем десең де автобустар өте әдемі жүреді да бұл жерде. Немесе Рысқұлов, Райымбекке шықсаң да, жалпы айтқанда центрда орналасқандықтан бүкіл көп нәрселерге жақында автобуста жүре қалады. В целом айтқанда жақсы жерде орналасқан. Әрине кішкене енді университеттен бір жарты сағаттық жерде орналасқан демесеңіз, жалпы жатақхана жақсы. Оған оның үстіне бір ұнайтыны комендант апайлары, олар да түсіністік танытады. Енді кейде болады, емтихандармен енді айтуларыңыз мүмкін, уақыт табу керек, ол тазалығың деген сияқты, бірақ бұл жақта енді реально сабақ 24/7 оқып сабақ үшін бүкілін тастауға тура келетін моменттер болады. Сол кезде комнатаны таза емес екеніне көз жұмып қарайды, былайша айтқанда түсіністік танытады. Охрана ағалар да ондай артық маған кеп бір бәле деген емес, ешқандай да бәрі андай мазаңдалып, комнаталар тексеріп, қайта тоқылдатып, кеп түнде мазаңдалып, ондай ешқандай нәрсе жоқ. Ешкім мазасын алмайды былайша айтқанда. Сонысы маған ұнайды. Комнатаның енді тазалығын арасында бір тексеріп тұрады, бірнеше аптада. Сосын жаңағындай, егер бір жаққа кететін болсаң, бір жерге жазып кетесің, сұранып кетесің, бір ауыз ескертесің былайша айтқанда. И комнатада кім бар, кім жоқ арасында проверка болып тұрады. Былайша айтқанда енді ол қатты андай нәрсе емес, ол просто обычный қарапайым
күнделікті заттар. Ең алғаш келген кезде бізге постель сияқты заттарды өздері беріп апта сайын жуып беретін, бірақ студенттер көбейіп кетті. Ана жаңа корпустар келді, одан кейін матрас, жалпы айтқанда матрас береді, пердені, кілемді өздері береді, қалған төсек құралдарын өзіңіз алып келуіңіз керек. Немесе телеграмда менде бар, штаб жатақхана, керек заттар, керек нәрселердің тізімі деген сияқты. Сол жерден тоже қарап алсаңыздар болады, не керек, не білу керек, нені алу керек деген сияқты. Одан кейін сол жатақхананы историяңыз жақсы болса бере береді екінші, үшінші курстарда. Бірақ енді ол жыл сайын системасы әртүрлі өзгеріп отырады, енді оны айта алмаймын. Бірақ былтыр мысалы біз бірінші курс болған кезде жаңа жатақхананы әлі салып бітпеген болатын. Ол 2024-тің көктемінде қолданысқа берілді да. Сол кезде тек қана бірінші курс студенттері ғана жатақханада тұрды. Одан кейін биыл екінші, үшінші курс студенттері бар мына жақта жатақханада, ұлдар корпусында деген сияқты бірінші курс. Яғни получается жоқ дегенде екінші, үшінші курс. Мен өзім жатақханадан бір 120 километр жерде, Бектастың жігітімін, Жамбыл ауданының. Сол жерден беріп тұрды маған, былайша айтқанда Алматы облысынамын. Получается, мен екінші курста да алып жатырмын. Сол себепті егер историяңыз жақсы болса, барлығы жақсы болса, жатақхананы негізі неге бермеске олар береді, мен ойымша. Жатақханаға төлем алдын ала бір семестрға жасалады. Получается, биыл тамыздың соңғы айдың 15-нен бастап қаңтардың келесі жылдың 31-не дейін, яғни 5,5 айға төленді. Сонда бір семестр, яғни тамыздың 15-нен бастап уже сіз Алматыда жатақханада тұра берсеңіз болады деген сөз. 15 күн бойы, мысалы, orientation week болады, 10 күн, бір апта бойы соған келе аласыз, немесе жаңағындай 10 алдында тағы 3-4 күн, 5 күн ары бері қыдырып, Алматыға үйреніп деген сияқты. Сол үшін тамыздың 15-нен бастап қаңтардың 31-не дейінгі аралыққа төлем жасап тастайсыз 5,5 айға. Енді бағалары қандай болды? Мен ескі корпуста екінші курс студенттер үшін 2 адамдық 50 мың теңге, әр адам үшін бұл 50 мың теңгеден, получается, мен 175 мың теңге төлеймін бір семестрға. Екінші семестр жаңағындай ақпанның басынан бастап бірінен мамырдың 30-31-не дейін төленеді, яғни 4 айға төленеді екінші семестр үшін. Төлем биыл сол августтың алдында ашылды, және КБТУ жастар сетидің сайтында. Енді ол туралы мен телеграм каналымда бар, сол кездегі моменттер көрсеңіздер болады. Және осы желтоқсан айының 1-нен қаңтар айының 10-на дейінгі аралықта келесі семестрға жатақхананы ұзарту уақыты болды. Мен 2 адамдық үшін әр адам 50 мың төлейді, бір адамдық 60 мың теңге болды, және 3 адамдық болды біздің корпуста, ол 45 мың теңге болды әр адам үшін. Жаңа жатақханалар 4 адамдық үшін 50 мың теңге, 3 адамдық үшін 55 мың теңге әр адам үшін. Бұл 5 айға жаңағындай алдын ала төлеп тастайсыз бір семестрға, получается. Мұйттың да балалар үшін тура сол баға болды. Қыздар, ұлдар корпустары, сондай баға болды. Бұл бірақ енді айтқанда мен бірінші курсымнан әжептәуір өсіп кетті. Бірінші курсымда бір комнаталық ол 40 мың теңге болатын. Мен 4 адамдықта жаттым достарыммен бірге. Ол кезде 20 мың теңге төледім. Яғни 5 мың теңгеден қосылады әр орын саны азайған сайын, немесе көбейген сайын. Бірақ бұл жақта ешқандай нәрсе төлемесін, тек сол төлеп қойғаннан кейін светті 24/7 қосып қойсаң да, душқа 24/7 түссең де, немесе жаңағындай басқа да ресурстарды пайдалансаң да, кухняда болсын, плита болсын пайдалансаң да, ешкім ештеңе демейді, барлығы соның ішіне кіреді. Тек жаңа жоғарыда айтқан кір машина, сол біздің корпуста именно бір сағат, немесе 2 сағат, әр қалай, кір машинаға өзің қоясың. Оған 350 теңге төлейміз. Басқа корпустарда тоже сондай шамамен ақша кептіретін орындар бар. Жалпы айтқанда бағалар сондай. Мен ойымша бұл квартира бағалары бар. Жақсы жерде орналасқан
солармен бірдей болуы мүмкін, бірақ ол 5 адам үшін болып кетеді да уже. Өйткені Алматыда квартираның бағалары енді қазірдің өзінде мен мына видеомды может 2-3 жылдан кейін көріп отыруларыңыз мүмкін. Ол кезде қалай болатынын бір Құдай білсін. Бірақ бұл бағалар қазіргі таңда 2024-2025 оқу жылында осы бағалар в целом негізі нормальный. Мен үшін қолжетімді және Алматы үшін удобный және өзің үшін удобный деп ойлаймын. Өтініш туысқанның үйіне, если жатақханаға возможность болса, жатақханаға беріңіздер, туысқанның үйіне тықпаңыздаршы баланы. Өйткені ертең туысқанның үйінде қалай дегенмен ағаң болсын, әпкең болсын, сен ол үйде өзің емін-еркін жүре алмайсың. Қандай ойлауларыңыз мүмкін, емін-еркін жүріп қуып кетеді деген сияқты. Жоқ, бұл жақта сабақ оқиды, наоборот. Ол жақта сабақ оқи алмауы мүмкін, баласын қаратып қоюы мүмкін, жұмысын істеткізіп қоюы мүмкін, түнде келсе ренжуі мүмкін деген сияқты. Жалпы айтқанда студентке, тем более перваш болып келген кісіге бұл өте қиын нәрсе да. Сол үшін өтініш ата-аналар студенттерді, балаларыңызды туысқандарыңыздың үйге қанша өзіңіз родной, жақсы көріп, қатты жақын болса да тықпай қойыңыздар. Сол жаққа барынша мүмкіндігінше жатақханаға беріңіздер. Бұл жатақханаға реклама емес, жай ғана мен реально ойым. Өйткені мен жоғарыда не үшін екенін айттым. Жатақхана бұл нағыз сабақ оқитын жер. Тем более жарайды, басқа жатақханалар болуы мүмкін, білмеймін енді, болуы мүмкін. Оқи алмайтын, қуып кететін. Бұл жақта бір байқаған нәрсем, андай самый оқымайды деген адам өзі, қуып кетті деген адам өзі шұқыланып бір нәрсе оқып, құрсын рейтек қалмай не істемейін деп оқып жүреді да. Бұл жақта бір нәрсемен айналып жүреді, бір нәрсе оқып жүреді. Бұл жақ оқуға басқаға өте удобно. Сол үшін өтініш, жатақханаға мүмкіндік болса, жатақханаға баланы тұрғызыңыздар. Жатақханада биыл ашылды шағын магазин. Яғни 12-ден кейін, 11-ден кейін студенттер шыға алмайды ғой ешқайда. Сол кезде сол магазиннен барып, енді қажет нәрселер болады кейде, қажеттіліктер. Енді көп үлкен ауқымды емес, бірақ қажетті заттарды, нан деген сияқты, продукты, енді қарын ашады, басқа болады деген сияқты, сол жерден барып сатып алса болады. Ал біздің екі корпуста, бірінші, екінші корпуста кофе ішетін, және одан бөлек буфет бар, асхана былайша айтқанда, және жаңа корпустың астында асхана орналасқан. Ол жерде де тоже тамақ ішсе болады. Ол сағат 10-ға дейін істейді кешкі. Сондай тоже жағдайлар қарастырылған. Енді мен стажировка жайлы айтқым келіп тұр. Стажировка, практика қайда өтеміз, стажировка қай курста басталады. Осы нәрселер көп адам жазған болатын, көп адам сұрағы негізі, маған да қызық. Мен қазір екінші курс оқимын, екінші семестрін енді бастап жатырмыз. Получается, бізде ешқандай стажировка, практика деген нәрсе болған дейін болған жоқ, және екінші курстың соңына дейін ондай нәрсе болмайды. Мен қазір ақпарат технологиялары, яғни IT саласы бойынша айтқым келіп тұр. Басқаларда, мысалы, НГД, жаңағыдай мұнай-газ, жаңағыдай теңіз академиясы, олардың факультеттерінде басқаша жүру мүмкін. Мен оларды білмеймін. Ол балалардан жеке сұрауға болады, немесе алда может олармен тоже сұхбаттасып видео салам. Бірақ қазір данный момент ақпарат технологиялары бойынша, егер сен ақпарат технологиялар оқысаң, 3-4 курста сенде стажировка болады, яғни жаз айында болу керек. Бұлай болады, сен стажировканы өзің табасың, яғни 2 курс бойы енді біраз нәрсе оқисың ғой, элективка таңдап оқисың, жаңағыдай бірнеше тілдерді оқисың. Сол бойынша уже стажировкадан өтуіңе сенде уже шанс бар, и сен компанияны өзің табасың. Егер таппаған жағдайда саған университет өзі компанияларда ұсынатын болады. Айтуы бойынша университетінде ұсынатын компанияларында арасында жақсы компаниялар бар, стажировка өтуге стоит. Стажировкаға сен мамыр айында, чтоб олар саған шақыру жібергені туралы деканатқа апарып өткізесің. Егер таба алмай қалса, сол 1 ай бұрын жіберуге, 1 ай бұрын қалғанда, сондай шамамен уақыт қалғанда саған жаңа компаниялардың почталарын, басқаларын жібереді. Сен солар арқылы шығып, соларға сөйлесіп,
и олармен келіссөз жүргізесің, қабылдауын сұрайсың, скиллдарыңды айтасың деген сияқты. Жалпы содан кейін сені қабылдап деканатқа сен жаңағыдай стажировкаға шақырды деген шақыру қағазын жібересің. Сосын сен жазда міндетті түрде кем дегенде 3-4 апта стажировкадан өтуің керек. Одан ары қарай жалғастыра берсең болады, тіпті жұмыс жасап кетсең болады сол компанияға ары қарай кіріп. Ол өз еркіңде, өзіңе байланысты, бірақ міндетті түрде 3-4 апта жұмыс жасауың керек, стажировкадан өтуің керек. Ақпарат технология, бизнес школасы, бизнес школа, мамандығыңа байланысты стажировканы өтесің, басқа стажировкалар өтпейсің. Вот бұл түсінікті нәрсе. 4-ші курстың 2-ші семестрінде тоже жаңағыдай диплом қорғағанға дейін деген бір не бар. Сол кезде тоже сенің мамандығың бойынша стажировкадан өтуің керек. Ал негізі көбінде университетте студенттер уже 3-ші курста өздері бұған дейін таңдаған элективкалар, яғни таңдау пәндері, мысалы Android разработчик, iOS разработчик деген сияқты, машина learning, вот солар бойынша компанияларға стажировка тастап, и оларға барып стажировкадан өтіп, опыт жинап, ары қарай уже 3-ші, 4-ші курстарда олар жұмыс жасап кетеді университетте. Негізі көп адамнан байқаса сондай. Не только 3-ші, 4-ші, тіпті 2-ші курсында, 1-ші курсында жұмыс жасайтын адамдар бар. Барлығы өзіңе байланысты. Основной сол 3-ші курстағы стажировкадан кейін ары қарай жалғастырып жұмысын жасап кететін өте көп адамдар солай жасайды. Вот сол үшін университетке КБТУ-ға келгенде стажировка, практика деген нәрседен қорықпа. Ондай болмайды екен деп ондай ойлама. Сені стажировка, практикадан жаңағыдай 3-ші, 4-ші курста өткізеді. Оған дейін ақ сен өзің әрекет жасап, мына жақтағы адамдарды көріп, солармен ілесіп, өзің жұмыс жасап кететін боласың. Сол себепті ол жағынан мен ойымша проблема жоқ деп ойлаймын. Статистикада 98 сондай деп процент көрсетеді ғой жұмысқа қамтылуы. Вот не үшін? Ол сол себепті. Өйткені олар жаңағыдай университет кезінде жұмыс жасап кететін қабілетті адамдарды жинайды да, и соларға бағыт бағдар беріп, уже олар сол моментте оқып жүрген кезінде жұмыс жасап кетеді. Енді айтишниктердің өзінің несі сондай ғой. Басқа салаларда да негізі қорқудың қажеті жоқ. Ол жақта да негізі жақсы болады деп ойлаймын. Және жұмыс тауып кету проблема бола қоймайды деген ойдамын. Сәттілік. Бізде блог бүгін Елдос 3-8 GPA. КБТУ-да қалай 3-8 GPA-ға болады? Не істеу керек ол үшін? Оқу керек. Походу, да. 24-7? Нет, ташып. Жоқ. Енді? 24-7 оқу керек жоқ. Демалып тұру керек арасында. Түсініп оқу керек. Сол воскресенье оқисың ба? Жоқ. Демалыс па чисто? Да. Алдик. Ал. Істеу керек КБТУ-да жақсы оқу үшін. Тіл білмесең Просто не болу керек. Халтур кету керек. қалтада ақша болу керек. Ақша болу керек па? Жәнек сен қалайсың? КБТУ-да оқу үшін не білу керек? Короче, айтайын ба, мен ойымша жақсы окружение табу керек. Жақсы окружение керек. Чтобы кейін былай араласатын адамдардың көп болу керек деймін. Қандай квиз кезінде любой білетін адам емес қадалып қалуы мүмкін, иә? Сол үшін шустрый болу керек, Конечно. А так біз мысалы асып тасып баратқан не орыс тілін, не ағылшын тілін қатты білмейміз, Мен қара, мысалы, орыс тілін білмеймін, мысалы. Ағылшын тілін білмеймін, мысалы, А1 деймін. Орыс тілі А2, ағылшын А1, қазақ тілі С2, мысалы. Біздегі одан да көшері Д, И бір бәле жар, біздікі шүкір ғой. Оңтүстік қой бізге. Шүкір. Хорошо. Просто верим в Богу, все, Бог бачит. КБТУ-ды басқа университеттермен салыстырып көреміз. Бізде Айдын 1-ші курста нархозда, 2-ші курста муйтта оқыды. Сол универ жайлар айтты. Және КБТУ-мен салыстырып көрейік. Жалпы муйт жақсы ма, нархоз жақсы ма? Саған қалай болып жатыр? Негізі студенттік өмір бойынша менің ойымша наркотика әдемірек болады. Но оқу жағынан именно менің мамандығыма байланысты, конечно, муйт алдыңғы орында болады. IT университет бәрі. Наркоздан алды. Орны бөлек. Былайша айтқанда, наркозды муйттан кейін қоясың ғой. Иә. Аха, сендерде наркозды қай тілде оқыдыңдар?
нархозда бірінші курста біз қазақ тілінде оқыдық. Потом екінші курстан бастап уже ағылшын тілінен оқитын ағылшын тіліне ауысты иә? Иә. Мұхитта ше? Мұхитта көбінесе ағылшынша, но иногда енді кішкене орысша қосып жіберетін кездер Иә, болады. түсінбей жатса, иә? Түсінбей жатса, Ол иә, кішісі сабақтан бөлек орысша сөйлейсің, иә? былайша Көбінесе айтқанда. орысша, кейде қазақша. Квиздар, басқалар тоже Квиздар, ағылшынша или РК, сессия бәрі ағылшынша болады. ағылшын тілінен жазасың барлығын? Ешқашан неге орыс тілге, басқа тілге аударып бермейді, сразу автоматически ағылшын тапсырады. Мен бұл жағы КБТУ-мен бірдей. Сабақ кестесін құру жағы ондай бар ма сендерде? Нархозда сабақ кестесін өзі әр адам өзі құра алады. Ал Мұхитта екінші курстан бастап старсталар өзі қояды. Старсы қояды оны, Старсы қоя алады, если запрос тастаса. Может, иногда қоя алмайды даже кейде. Да, негізі былай основной өздері қойып береді сабақ кестесін. Қойып береді. КБТУ-да өзі қойып береді, өздерің қоясыңдар. Мұхитта өздері қойып береді екен. Сосын нархоздың бір жаман жері бір сабақты жабудың өзі өте қиын болады. Кішкене ауыр ма? Летний семестрде оқитынның өзі, ақшасының өзі 150 мың. Бір кредит неше тұрады сендерде? Нархозда 35 мың теңге. 35 мың, бізде де 35 мың тұрады негізі. Мұхитта 24 мың теңге. Мұхитта арзанырақ, иә? Арзанырақ. Мұхитта арзанырақ, қалған екі университет ма? Если сендер IT мамандығына түсетін болсаңыздар, мен сіздерге бірінші очередь КБТУ-ды немесе СДУ екеуінің орны бірдей негізі. Бірақ если оған балдарың жетпесе, конечно, бірінші очередь Мұхит немесе Астана IT екеуінің біреуі. Түсінікті. Солай. Жалпы Мұхитта оқығанға өкінбейсің ғой? Өкінбеймін. Никогда өкінбеймін. Бұлай группалас деген нәрсе бар ма? Группалас деген бар. Группа бар. Жиналып тұрасыңдар ма арасында? Күнде жиналамыз. Әр күн сайын сабақтан шығып алып. Бізде осыны алдында көрген болсаңдар, тек русский языктың заданиясына ғана жиналғанбыз. А так группа деген нәрсе жоқ бізде сол жағынан. Ну, еще бізде параллельный группалар бар. Олармен кәдімгідей кәдімгі мектепте параллель класстар сияқты. Иә, сондай сияқты 3 группа всегда бірге жүреді. Мысалға мен 8-ші группамын, 7-ші группа и 9-ші группа. Үшеуміз всегда бірге жүреміз. Лекцияда да, практикада почти бірге. Потому что барлығымыз расписаниеміз 3 группамен всегда бірге болады. Солай, короче. Ну, в целом осы тағы қандай бір нәрселер бар. Қандай нәрселер ше? Мұхитты ешқашан жамандамаңдар, приколстамаңдар. Негізі Мұхит жақсы ғой, өйткені тоже ICPC-дан спортивный программированиядан Қазақстан бойынша алғашқы тұрады ғой всегда. Білімін емес, білімін ол мұнтаздай тап-таза, оған ешқандай претензия жоқ. Просто оның инфраструктурасына көбісі адам минус қояды, типа унитазға ұқсайды деген сияқты ғана кішкентай деп. Еще тағы ғана Байзақ деген екінші корпусы бар. Ол пожалуйста, жамандамаңдар, ол да нормально. Нархозда мен бірінші курста вообще Сайнаң бойындағы корпуста оқығанмын. Оның қасында Байзақ деген шүкір Алла. Еще бізде Мұхиттың балалары КБТУ-ның общагасында 3 этажда ма, 2 этажда ма жазады. 150 балалар, шамамен 150 баладай. Осы 2024 жылға түскен оқушы студенттерге осы жалдап алып Мұхит. Ол жақ биыл 3 адамдық 55 мың, 4 адамдық 50 мың кажется, сондай болды бағалар. КБТУшниктармен бірдей болды. Бірдей. Оларға алыстан келген студенттерге көбінесе береді, ал жақыннан келгендерге ондайға түсіп қалды. FX сендерде тегін ба? Передача? Передача нархозда тегін. Вот Мұхитта жоқ, өкінішке орай. Неше тұрады? 21 кредит тұрады. 21 кредит? 24 мың теңге. 24 мың теңге бір кредит бағасы. Бір кредит. КБТУ-да бұл 35 мың теңге тұрады бір передача және бір кредит барлығы бірдей. FX тапсыру үшін сіздер былайша айтқанда 24 мың төлейді Мұхитқа, а КБТУ-да 35 мың теңге төлейді. Но баға жағынан кішкене КБТУ қымбатырақ екен, иә. Бірақ Мұхиттың жақсы жері, что бағасы арзанда. Негізі передачаға көп қалып жатады КБТУ-да. Ну, былайша айтқанда көп ақша таза көреді. 1 пән, 2-3 пән, сондай болуы мүмкін, иә, болады. И еще тағы бізде студенттік өздері арыз шағым қалдыра алады мұғалімдерге. Если бір группадан мысалға 80% оқушы каким-то образом передачаға алып қойса FX-қа тұрады, олар заявление жаза алады. Мен андай оқушы деген сияқты қалып. Сосын мұғалімге жауап тастайды. Сосын передачаны тегін тапсырса болады. Мұғалім қатты қаталдау деген сияқты. Қатты қаталдау инвестицияда қалды. Сондай сияқты. Получается, сендерде еще куратор деген нәрсе бар. Куратор бар. Куратор адвайзер. Адвайзер? Иә. Әр группаға бір адвайзерден береді. Бұлай не проблемаларын шешіп береді ол? Документ жинаумен, документті қайыққа апарып, қай кабинетке баратын істеп бере алады. Иногда кішкене біздің двойной диплом бар ғой, соған көмектесіп бере алады. Жалпы сұрақтарға жауап береді адам. Сұрақтарға жауап береді. КБТУ-да ол менторс дейді, жоғары курс студенттері, олар тегін организация
солар сендердің сұрақтарына жауап береді, немесе сразу деканатқа кіресіңдер сендерді, да? Деканатқа кіреміз. кіре бересіз, деканатқа бұл любой жерде прямо сөйлесе берсеңдер болады. Еще бізде мұйтқа жұмысқа тұрғысы келетіндер болса, магистратура сразу оқу жүріп жұмысқа тұрсаңыздар болады. Как ассистент ретінде бастап, Ассистент ретінде лектор деп бастайсыңдар жаймен. Ол бүкіл университеттерде негізі бір сондай системасы бар. Если мұйтта өзің де оқысаңдар, өте керемет болады. Негізі сен бірінші орынға не жазатын едің, сол КБТУ жазды? Если балым жетіп тұрса, бірінші очередь КБТУ жазарым. Но балым жетпеді. Бірақ негізі балға да қарамайды, сенің IT жағынан біліміңе қарайды. Меніңше университет просто орта жинап береді. Университет деген не мысалы сен үшін? Достар, бірінші очередь. Потом жаңа таныстар, жаңа өзіңе қойған мақсаттар. Ну, пока что осылай. В целом негізі с нуля аузыңа чайнап бере салмайды, бәрін өзің істейсің ғой негізі. Студенттің өзінің расшифровкасы өзің іздеп, өзің тап емес пе? Дұрыс айтасың. Рахмет, Айдын. Бізбен бірге болған Айдын. Удачи. Рахмет. Университетте жүріп, екінші курсқа дейін өткен сабақтарым туралы айтқым келіп тұр. Мен қазір екінші курстың бірінші семестрін аяқтадым. Видео түсіріп жатқан уақытымда. Қазір уже қысқы демалыс аяқталды. Бұйыртса 1-2 күннен кейін екінші семестр басталады. Бірінші семестрда біз математика, дискретті математиканы, одан кейін ағылшын тілін, калкулус және программированияның принциптерінің бірінші бөлімін өттік. Бұлар бізде рупта енді әркім әртүрлі өтуі мүмкін, әр потоктағы әр жылғылар, яғни руп деп отырғаным, мысалы, бұл 4 сабақты келесі семестрда өтіп, бұл бірінші семестрда басқа сабақтар өтуі мүмкін деген сияқты. Мысалы, 24-25 түлектері студенттер үшін оларда сәл басқа руп. Дискретті математика, мысалы, екінші курс семестрда бірақ оқиды деген сияқты. Дискретті математика жалпы графтармен жұмыс жасау сияқты сондай бір нәрселерді үйретеді. Математика, мысалы, математика, алгебра, геометрия, калкулус, линейка, статистика деген сияқты түрлері бар ғой, линейный алгебра. Солардың барлығын оқып шықтық бірінші курста. Линейный алгебраны матрицалармен жұмыс жасау, яғни сол сияқты заттарды үйренесің, Гаусс әдісі, соған байланысты жалпы матрицаларды бір қарап алсаңдар болады. Сол бағытта өттік. Одан кейін статистикадан ықтималдылық деген заттар бар ғой. Probability, соның күрделенген түрлерін өттік. Айтсам, мынандай болған кезде мынандай ықтималдылығы, мынандай болғанда мынандай деген сияқты. Жалпы статистика деп атайды тұр. Сол нәрселерді өттік. Дискретті математика бағана айтқандай графтармен, соған ұқсас тағы басқа заттармен, жалпы теориямен жұмыс жасау, сондай нәрселерді өттік. Калкулус деген, калкулус 1, калкулус 2-де кәдімгі лимит, функция, туынды, интеграл сияқты заттармен басталады. Кейін уже жаңағындай сол заттарды күрделендіріп, калкулус 1, калкулус 2-де оқыдық. Жалпы мектептің математикасының жалғасы ушмат деп те айтып жатады бұны. Одан кейін жаңағындай физика сабағы болды бізде. Енді рупқа байланысты, руптар телеграм-каналда бар. Физика сабағында біз сол мектеп бағдарламасы бойынша соның сәл күрделенген түрін өттік. Бірақ енді теориялар басқалар ағылшынша болғаннан кейін, оның үстіне мен информат болғаннан кейін физиканы уже біраз уақыт оқымай кеткеннен кейін енді кішкене қиын болды. Бірақ оқып шығуға болады смело. Енді физика үшін қорқып келмей қою деген енді күнә ғой, негізі қате нәрсе ғой. Сосын бағалау, то есть программалау принциптері 1, программалау принциптері 2 деген сабақтарды өттік. PP1, PP2 деп айтады қысқартып. PP1-де біз C++ тілінде өттік. C++ тілінде жаңағындай басынан бастадық. Яғни циклдар, сол сияқты заттар, жаңағындай if else сияқты шарттар деген сияқты. Одан кейін жаңағындай контейнерлер, map, STL контейнерлер, жаңағындай map, Q, DQ деген сияқты векторлармен жұмыс жасау. В целом сондай заттарды өттік. PP2-де уже Python тілінде болды полный. Ол кезде жаңағындай басында сол Python нелерін тез өтіп кеттік уже. Бір тілден екінші тілге секіру оңай ғой, өйткені
сен циклдарды, шарттарды білесің да. Pythonда да тура сондай, бірақ енді сәл басқаша жазылуы мүмкін да. Басында соны кіріп алды, одан кейін жаңағыдай PyDay мен жұмыс жасау, тағы сол сияқты задачалар болды. Мысалы андай Snake, яғни жылан ойын, Paint, андай сурет салатын, рейсерлер, сол сияқты нәрселер жасадық. Кейін ең соңында база данықпен жалғап, жалпы программированияның екінші бөлігі сонымен аяқталды. Бұл курс не береді сендерге? Жалпы принциптерін үйрету деп өзі айтып тұр ғой. Яғни жаңа шарттармен, циклдармен жұмыс жасау. Жалпы код деген не нәрсе? Көп мектептерде оқытпайды ғой бұндай нәрсені. Сол себепті сол программирование деген не? Вот соған уже кіріп бастайды, соның не екенін түсіндіріп бастайды. Жалпы бірінші курста осындай сабақтар өттік негізі. Ең соңында қосатын ағылшын тілі. Ағылшын тілі жаңа жоғарыда айтқан диагностикалық тест тапсырасың. Orientation Week'та ол айтылады алдағы уақытта. Бірінші универге түсіп алып, оған асықпа, менен сұрамай тұра тұр әлі. Хорошо. Сосын деңгейің бойынша сол 2 семестрде де ағылшын тілі 1, ағылшын тілі 2-ні жабасын. Бұл жерде кәдімгі мектептегіндей, мектептегіден де күшті негізі маған жаңағыдай тапсырмалар орындап, ағылшынша сөйлеп, мектепте болады ғой енді қазақша сөйлеп кету деген сияқты, ағылшынша сөйлеп бір күшті өткен сабақтардың бірі. Если А2 түсің, Тасыбаев деген легенданы таңдаңдар. Прям жесткий кісі, анау деген өзінің жұмысына берілген кісі. Ол кісіге прям респект. Целом сондай. Жалпы айтқанда бірінші курста жаңағыдай математика, енді бұл математикалар мышлениеңді дамытуға керек деп ойлаймын мен ойымша. Жаңағыдай граф сияқты, матрица, енді мысалы жаңағыдай искусственный интеллект сияқты мен жұмыс жасағанда алгоритм структура данықта сондай нәрселер керек болады да, уже жаңағыдай оқыған математикаларын. Жалпы айтқанда мышлениеңді дамытуға сондай уже программированияның бір бөлігі ретінде, жалпы керегі бар нәрселер, математиканың түрлері, жаңа ағылшын енді ол железобетон керек. Ол ағылшын тілінің бір күшті несі, мен уровенімді көтерді да, кәдімдей. Мен екі сөздің басын құрай алмай жүргенімнен, ол кәдімдей мен жазып бере алатындай, мен сөйлей алатындай деңгейге дейін бір жеткізіп берді да. Сол үшін ағылшын тілінің пайдасы өте зор. Және PP1, PP2-де мен енді информатика сабағы өтілмеген бізде дұрыс. Программирование, код жазу, Hello World дегенде бір өзім жазып көрген print Hello World болды, басқа бір артық. 11-ші сыныпта енді информатика дайындалғанда біраз нәрселер жаздық енді ол кезде, бірақ енді қатты асып тасымадық. Жалпы айтқанда программированияны түсіндіріп берді, что кодты қалай жазу керек деген сияқты бастапқы несін істеп берді. Одан кейін уже екінші курсқа келдік, бірінші семестр. Бұл кезде енді маңызды семестрдің бірі. ООП, алгоритм структура данных, база данных сияқты сабақтарды өтеміз. Бұл жерде несінен бастайын, оңайларынан бастайын. Физра болды, яғни дене шынықтырудың біріншісі, екіншісі осы семестрда. Физра негізі қатты не емес, кәдімгі бірақ енді жаттығуларын жасап, жалпы денсаулық үшін, өзің үшін, негізі маған ұнады, өйткені препараттым күшті болды тоже, балалар күшті болды, өзімше енді денсаулыққа керек зат, спортпен айналысып, ауылда алысып өткен бала болғаннан кейін, жалпы бұл сабақтан қиналмадым. Енді бұл сабақ енді айтатындай емес, жалпы сол. Одан кейін русский язык болды. Русский язык қазақ тілі мектептері оқығандар үшін бірінші семестрда осы орыс тілі болады. Орыс тілі енді бізде бұның бір тигізген пайдасы, жаңағыдай Лермонтов театрына барып көрдік, музейге барып көрдік, қарттар үйіне барып көрдік. КБТУ-да группа жоқ қой, біз енді жаңағыдай бір жерге барғаннан кейін жақсы араласып, группа болып, сол группамызбен даже медеуге шығып кеттік деген сияқты. Running down to the
Эльмира апай, спасибо большое за то, что создали эту группу, схватили нас вместе и погружили нас. Если бы не вы, мы бы здесь не были бы. Эльмира апай, рахмет сізге. Бүгінгі кешті біз бірге өткізіп жатырмыз группамен. Рахмет. Спасибо большое, Эльмира апай. Если бы не вы, мы бы здесь все не сидели. Down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your best anyway. I love you when you're singing that song, yeah. I got lump in my throat 'cause you gonna sing the words wrong. I just wanna know if you're gonna stay. I just gotta know. Булочка с сосискою, булочка с сосискою, чай бутерброд, пряники да чай. Онлайн сабақ болды. Енді тапсырмалары өте көп болғанымен пайдалы, жақсы дисциплина болды. Негізі мен үшін пайдасын тигізді. Бұл сабақта негізі маған ұнады. Компьютерный архитектура деген сабақ бар. Ол жерде уже компьютердің жалпы архитектурасы, яғни ішінде мышкалары, процессорлары, мониторы, сол сияқты андай SSD, HDD деген сияқты сондай нәрселерін өтеді, жалпы айтқанда. Соны бұл дисциплина бірақ бірінші жыл бізге кірді. Сол себепті қатты қиын бола қойған жоқ. Көпшілік бөлігі өте жақсы жапты бұл дисциплинаны. Енді анау айтарлықтай қиын болмаса да, негізі бір пайдалы дисциплиналардың бірі негізі. Енді келесі нәрсе, үш пайдалы нәрсе, оның біреуі база данных. Яғни енді бұл нәрсе керек қой, мысалы, әр нәрсенің база данныхы болады. Мысалы, университеттің база данныхында жаңағыдай студенттер, олардың мәліметтері, жұмыс істейтін адамдар, жалпы айтқанда кім бар, соның барлығының мәліметтерін сақталады, соларды алып беру керек, оларды өзгерту керек. Жалпы айтқанда бұл сол бағытта жүрді. Лаборатория орктар жасап бұған қатысты. Сол себепті бұл прям пайдалы курс болды тоже. Одан кейін алгоритм структура данных, яғни мысалы quick sort, merge sort сияқты сортировка түрлеріне байланысты лаборатория орктар жасау, графтармен жұмыс жасау, BFS, DFS, top sort деген сияқты. Жалпы айтқанда алгоритмдермен таныстырды. Бұл пайдалы курс болды тоже. C++ тілінде жаздық енді. Кәдімгідей мойды ойландыруға, не істеуге, time complexity-лар, яғни мысалы программирование бірде қалай болса солай кодты жазып беріп, әйтеуір компиляциядан өтсе болды да, компилятордан. Бұда уже кәдімгі уақытқа жұмыс жасайды, өнімділігін арттырады деген сияқты, жақсы функциялармен таныстырады деген сияқты. Жалпы айтқанда бұл кейінде керек болады, шетелге шықсаң да жалпы алгоритмдер бұл бүкіл жерде керек болады. Бұл негізі жақсы курс болды. Одан кейін OOP, Object Orientation Programming, яғни жаңағыдай мысалы бір проект болады, сол проекттің системасын жасау үйретті бізге. Мысалы, сендер ойлайсыңдар ғой, бір нәрсе ойша ойлай саласыңдар да, жаңағыдай класстарды жаза саласыңдар, жалпы класстармен жұмыс жасау, яғни қарапайым тілде түсіндірейін, ешкім жаңағыдай класс болады. Мысалы, мен бір класспын, менің көзім бар, менің мұрным бар, менің құлағым бар, менің шашым бар, олардың цветі бар, олардың түсі бар, олардың металдары, то есть материалдары бар деген сияқты. Жалпы мен бір класспын, менің еще баратын курсым бар, баратын жерім бар. Сондай, сол сияқты мен класс болсам, общежитие бір класс болса, жаңағыдай басқа 100 адам болса, 100 адам 100 түрлі класс болса, жалпы солардың бірігіп бір система құру, иә. Мысалы, мектептің тілмен түсіндірейін, сен жаңағыдай мектепке баруың, жаңағыдай күнделік кезекке кіруің, немесе жаңағыдай университеттің тілмен түсіндірсем, сен аттенденс жасауың, жаңағыдай сабақта бар жоғыңды, немесе менеджерға жаңағыдай өтініш беруің, немесе басқаң деген сияқты. Жалпы айтқанда сондай бір жүйе ретінде, обычный класстарды жасап, обычный заттарды емес, жүйе ретінде бәрін бір-бірімен байланыстырып,
бір проект жасауды, командамен жұмыс жасауды үйреткен ең пайдалы дисциплиналардың бірі бұл. Бұл өмірде жаңағыдай командамен жұмыс жасау, жаңағыдай жүйе жасау, сен кодыңды жазып GitHubқа лақтырып отыру, проектке жасау. Жалпы айтқанда сол нәрсе үшін керек та бұл сабақ. Басында түсінбегем, бірақ кейін уже полный түсіндім. Бұл өте пайдалы сабақ. Жалпы осындай сабақтар болды. Әзірге білмеймін, маған өзіме негізі пайдалы курстар болды. Енді кейбір сабақтар, енді мысалы физика деген сияқты немесе басқа, бірақ ол жердің әрқайсының өзінің бір плюсы болды да маған. Мысалы адамдармен отношения немесе сол сияқты басқа нәрсе, басқа қырынан ашылып деген сияқты әр сабақтың өзінің бір плюсы бар. Оны саралап, жіктеп, ойлап, ең соңында сөйтсең, оның әрқайсының пайдасы бар екенін түсінесің. Жалпы айтқанда менде әзірше осындай сабақтар болды. Lambda wirklich? Goes to the vector. Lambda b, lambda c. Then we can move out lambda from the vector. A, B, C. In A, B, C, it's the f of polynomial a plus bx plus ct squared. Formal notation, why we need these isomorphisms. If we want to work with some another vector space, which is more easier for some operations like plus or multiplication, we can go to this space by isomorphism, do what we want to do, then back to our space. And that's going to be true because of this one. So if the limit when n approaches infinity an and bn's ratio is equal to some number and is more than 0. Length greater than 100, but it will remove the films with length less than 160. Okay, it means that it will return only the films that greater than, greater or equal to the register. And here also you have to take all the data to the register. So this is registers like this. Reminders from previous lecture, what we discussed in previous one. We discussed in previous lecture the references and the primitive types. And the references we are looking at the analogy of Casco's step. When we have some grids, and inside this grids we have the address and the seller or some kind of supplier can take the goods and then took it into the box. I will also follow it. When I say you are not going to use mobile, I will also not be using it. It's like that. So we are all going to be part of this disciplinary elements. But at the same time, if you have any issues, if you have any problems, see, please remember students, one thing I want to tell you people, that everybody has some challenges, everybody will have some problems. If you have any real issues or real problems, please come to me. Қандай ноутбук сатып алам, қандай ноутбук алғаным дұрыс, басқалар не ұстайды, MacBook немесе iPad, осы сұрақтарға жауап бере кетейін. Өз басым Asus ұстап жүрдім 11 сыныпта. 11 сынып біткеннен кейін маған ноутбук алу керек болды, және мен Mac'ты таңдадым. Неге? Өйткені ол кезде университетте оқып жүрген жоғары курс студентінен сұраған кезде ол айтты, мұғалімдер, преподтардың барлығы сол MacBook ұстайды, мен де MacBook ұстаймын, MacBook жақсы деп. Сосын менде сондай ой болды. Оған дейін енді Mac'пен таныс емеспін, қалай ішіндегі шұқылап ондай ештеңесін көрмеген. Бірақ MacBook өзіме жайлы болды, өйткені Apple'дың өнімдерін білесіздер ғой. Apple'дың өнімдері прям удобный қылып шығарады олар, әдемі дизайны басқасы болсын. Сол үшін мен MacBook сатып алдым, 2020 жылғы моделін, сол 23 жылы сатып алдым, 2023 жылы M1. Енді қазір мысалы 2025 жыл уже 5 жыл болып кетті деген сияқты, бірақ мен 2023-те сатып алдым. Жалпы MacBook өте ыңғайлы негізі.
Менікі 256 гигабайт, оперативный памяті 8 гигабайт. Ең біріншісі ол зарядкасы деп ойлаймын. Себебі бір зарядка қоясың да, сосын бір күн бойы сен смело жүре бересің, таңнан кешке дейін қолдансаң. Ал былай қолданбасаң 1-2 күнге смело жетіп тұра береді да. Жай қолдансаң да. Сонысымен MacBook ерекшеленеді. Оның үстіне дизайны ішінде барлығының дизайндары күшті, удобный қылып жасалынған. App Store'дан Telegram, WhatsApp сияқтыларды скачать етіп алсаң болады. Немесе ойын, енді бірақ менің ойымша MacBook ол ойын ойнау үшін арналмаған. Егер ойын ойнаған келсе, игровой ноутбук сатып алған дұрыс деп ойлаймын. Енді оған дейін MacBook'тың тағы плюстары, бізде университетте шынымен де бүкіл преподтар почти барлығы дерлік бұлар осы MacBook өнімдерін ұстайды. MacBook'тың кез келген өнімдері M1 болсын, M2 немесе кейінгі шыққандары. Жалпы айтқанда MacBook'тың барлық өнімдері жақсы. Енді сіздерге қалай елестету керек екенін айтайын. Мысалы iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 деген сияқты кете береді. MacBook'тарда да тура сондай. Бірінен бірі бір кейбір нәрселері, детальдары үшін ерекшеленеді, памятіне қарай ерекшеленеді. Былайша айтқанда сол iPhone'дармен ақ салыстырып жасаңыз болады. Сіздерге айтатыным, егер MacBook сатып алатын болсаңыздар, кейінгі жылғыларын сатып алыңыздар. Мысалы 2026 жылы видеоны көріп отырсаңыз, сол 2026-да шыққан MacBook'тарды енді шама келгенше немесе сол 24-25 жылға, себебі мысалы iPhone 11 шығып жатыр да мына жақта. Қазір бізден iPhone 16 шығып жатыр, видео бар түсіріліп жатқан кезде. 16 мен 11-ді салыстырсаңыз, уже арасында әжептәуір жерде, уже 11-ге кішкене обновленияларда кішкене дұрыс болмайды деген сияқты. Вот сол үшін негізі уже жақындаған сайын жаңа модельдерін сатып ала берген жақсы, удобный. Одан кейін қандай памятта сатып аламыз? Осы екі нәрсе ғана шығар. Ата қалған детальдардың барлығы бірдей негізі MacBook'тардың. Любойын сатып алып қолына берсе болады. Менің ойымша, менде 256 гигабайт 11 сыныптан кейін алдым деп айттым. Бірінші курста және екінші курста қолдандым. Қазір 130 гигабайты болыс тұр 256-ның. Сосын ол жерде енді программалар, сол код жазатын эдиторлар, VS Code, Golang деген сияқты сондайлар және файлдар сақталынады. Семестрдің аяғында бір тазалап алып отырам. Екінші семестрде 30 гигабайт қолдансам, үшінші курсқа 100 гигабайт қалады. Ол енді үш курсқа жеткілікті деп ойлаймын. Және төртінші курстарда может флеш-карттарды пайдаланамыз. Енді ол алдағы уақытта ол туралы да бөлісетін болам. Бірінші, екінші, үшінші курсқа бұл MacBook 256 гигабайт оңай жетеді, смело жетеді. Сол үшін 256 ала берсеңіз болады. Бірақ мен айтқым келетіні, алғаннан кейін, егер шама келсе, енді ол қымбатқа түсіп кетеді. Бірақ шама келіп жатса, 512-ні бірақ жолда ала салған дұрыс. Себебі ол біраз ұзақ уақытқа жетеді. Көп нәрселерді скачать етуге, біраз нәрселерді сақтап қоюға өте ыңғайлы. Сол себепті, егер шама келіп жатса, 512 алыңыз, болмаса 256-ны алып, кейін енді оған дейін жұмыс жасайсыз, басқа болады. Оған дейін осы M1-дар жеткілікті болады деген ойдам. Көптеген студенттер осы MacBook ұстайды. MacBook ұстайтындарды өте көп кездестіруге болады. Сол себепті бұл жерде тағы бір нәрсе, Excel, Word сияқты заттар, олар негізі платный дейді, бірақ менде қазір данный момент Excel мен Word бар, оны КБТУ-ның берген корпоративті аккаунтымен кірдім, және ол жерде барлығы тегін, мен сонымен қолданамын. Одан бөлек бізде көбінде игровой ноутбуктар алынады, яғни жаңағыдай Asus сияқты 500-600 мың шамасындағы ноутбуктарды алады көбінде. Олар 512 гигабайт, және олар да негізі удобны, енді салмағы кішкене ауырлау, біраз зарядкасының өзі MacBook'пен бірдей, ноутбугының өзі біраз ауырлау, бірақ олар да өте керемет, өте тамаша. Ойын ойнағанға немесе жаңағыдай программа код жазғанға өте ыңғайлы. Сол себепті 512 сондай ала берсеңіз болады. Ол да өте удобно, өкінбейсіз деген ойдам. MacBook'пен игровой ноутбукты алсаңыз, егер ойын ойнамасаңыз, MacBook ала берген мен ойымша дұрыс секілді. Одан бөлек, егер сізде ноутбук жоқ болса, егер ноутбук болмаса, онда не істейміз? Ноутбук болмаса, жаңағы университеттің ноутбуктарын, компьютерларын пайдалансаңыз болады, дегенмен де университетке барып келу керек. Айтишниктардың ажырамас бөлігі MacBook, яғни ноутбук, былайша айтқанда. Сол себепті IT саласын таңдасаңыз, немесе басқа сала таңдасаңыз да, осы ноутбукты
алғаныңыз өте дұрыс деп санаймын. Егер ноутбугыңыз слабый болса, бізге университетке қандай ноутбук керек? Басқа салалар, код жазбайтын салаларда енді түсінікті, оларға кәдімгі видео сабақтарды ашып, сөйтіп жаңағыдай сабағын оқыса сол жеткілікті. Ал біз код жазатын болғандықтан, енді бірінші курста жаңағыдай Pygame-да ойындар жасаймыз, немесе жаңағыдай Python-да кодтар жазамыз, C++-да кодтар жазамыз. Сол кодтарды бір көтере алатындай деңгейдегі ноутбук болса, негізі сол бірінші курсқа жеткілікті. Егер мысалы қаржылық жағдайлар болуы мүмкін ғой, кейін екінші курста сатып алам деген сияқты. Если сондай бір нәрселер болса, сол ноутбугыңыз жарай береді. Жаңағыдай компиляция кезінде жаңағы консольдан жаңағы сандарды, аутпуттарды шығарып берсе, сол жеткілікті негізінде. Ал қалған жағдайда сабақ оқи бересіз, өйткені бізде PP1, PP2, жаңағыдай PP2-де сол Pygame, біріншісінде сол C++-ның жаңағыдай кодтарын жазылатын деңгейде болса болды. Атак бірінші курста бүйтіп программа құрастырып, бір приложениялар ондай жоқ. Енді өзіңізше істемесеңіз, атак университет системасында біріншісінде тек бағана жоғарыда айтқандай бағалау, программалау принциптерін үйретеді. iPad-қа тоқталсам, iPad өте жазуға ыңғайлы, университетте оны қолдануға рұқсат етеді. iPad-та енді мысалы кітапты ашып қоясың да, ішіне қаламмен кез келген жерін сызып, кез келген жерін өшіріп, кез келген ұзын мәтіндерді, ұзын конспекттерді жазсаң болады. Сол себепті iPad өте ыңғайлы. Егер шама жетсе, iPad алсаңдар болады. iPad немесе MacBook, енді MacBook-тың шама шарқы істей алатын заттары өте көбірек, сол себепті MacBook алсаң болады. MacBook-тан басқа жаңағыдай қосымша iPad-ты алсаң болады. iPad-ты негізі көбінде бізде бизнес школаның, яғни геомат таңдаған студенттер алып жатады. Ал енді IT таңдағандар оларға ноутбук жеткілікті. Басқа салаларда енді кімге қалай ыңғайлы, соны алса болады. Атак негізі егер iPad алам десеңіз де, ол өте тамаша, өте күшті, барлығы қолданады. Университеттің жаттығу залы, спорт залы жайлы айтқым келеді. Ол КБТУ жастар сети, яғни біздің жатақханада орналасқан. 2024 жылы жаңа жатақхананы салған кезде, бұл спорт комплексі біздің көз алдымызда жаңадан салған болатын. Екіге бөлінеді: спорт зал және тренажерный зал, жаттығу жасау залы деп айтсақ болады. Ол жер 3 қабаттан тұрады. Біріншісі енді кіреберіс, киім ауыстыру бөлмесі, екінші, үшінші қабаттарда да бар. Бірақ екінші қабатта үлкен зал, үшінші қабатта бізде тренажерный зал. Ол жерде видеодан көріп отқандарыңыздай неше түрлі жаттығу аппараттары бар. Сол жерде тренировка жасасаңыздар болады. Ал спорт зал бізде әзірше қолданысқа берілген жоқ. Мен 24-25 жылы оқу жылына байланысты айтып отырмын. Ол 25-26 одан кейінгі жылдары берілуі мүмкін. Себебі жаңадан салынғандықтан ол тек салынды, ішіне аппараттарды, заттарды енді орналастырып жатыр. Келесі нәрсе, биыл бізде физран, яғни дене шынықтыру сабағының барлығы осы КБТУ жастар сетидің осы жатақханасында өтетін болады. Бұған дейін Динамо деген жерде өткен болатын. Егер сіз басқа жақта тұрсаңыз да, жатақханада тұрсаңыз, тіпті жатақханада тұрсаңыз, ең күштісі осы жатақхана, спорт залдан шығасыз да, физра сабағынан жатақханаға барып жата қаласыз. Ол өте негізі ең керемет нәрсе осы. Жалпы осы жерде тренировка жасауға бола ма, сабақтан бөлек деген сияқты сұрақтар, бұл негізі қарастырылған, дегенмен де қазір жаңағыдай спорт зал әлі берілмегендіктен бүкіл осы тренажерный залдың ішінде өтіп жатыр. Сол себепті әзірше сабақтан бөлек бұл тренажерный залды ешкімге берген жоқ. Алдағы уақытта береді деген, қарастырады деген ойдамын. Жеңілдікпен болсын, ақшалай болсын беруі мүмкін. Бірақ басқа кезде ол жабық. Сол себепті тек физра уақытында ғана қазір қатысып жатыр. Ал кейін болашақта мен ашылады деген үміттемін. Ал университеттің өзінде негізі бар деп айтады, бірақ оны мен өз басым көрген жоқпын. Ол жерде жаттығу жасайды, жасамайды, онысын білмеймін. Университетте спорттық клуб бар. Сол спорттық клубта өздері жиналып, басқа жерде футбол, баскетбол, волейбол сияқты ойнап дайындалатын балалар бар. Бізде Одинцов деген ағай бар. Ол кісі Қазақстанның жастарының футбол бойынша бапкері. Сол кісілермен сөйлесіп, тоже футбол сияқты басқа да ойнасаңыздар болады. Төбемді көк аспан, төменді кең дала, айналам асқақ таулар. Менің байлығым осылар, бірақ сен болмасаң күнім айып. Жүремін мұңайып, тек ғалам торларда.
толғана сені көрген сайын мына қара көздер сенің қаруыңнан мен таптым қаза ұшырап сабырлығым кетіп маза жалғызсырап күндерде кештім маза қошы болды мейлі